Всё, Назгуль, сейчас я включаю ее уже. Не нравится. Вот. Так, 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 так. Все, можете пока начинать. Я сейчас ее включу ее. Хорошо. Мгм. Ха. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өзім таныстыра кетейін. Аты-жөнім Назгүл Болысбайқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті кітапханалық ақпараттық білім беру жүйесі бағдарламасының докторанты боламын. Бүгінгі семинар тақырыбы кітапханалық ақпараттық жүйелі білім беру бағдарламасы, кітапханалық көпшілік жұмыстарды жүргізудің заманауи тәсілдері деген тақырыпқа тоқталатын боламыз. Бүгін сіздерге арнайы даярлаған баяндамам барлығы көпшілік жұмыстар, кітапханадағы көпшілік жұмыстардың түрлері, формалары және ұйымдастыру және де мысал келтірілген сценарий, тағы да басқа әдіс тәсілдерді білетін боламыз. Бұл тақырып заман талабы. Өйткені заман, қоғам өзгергенде, қоғаммен бірге кітапхана да өзгереді. Бұл тақырып кітапхананың, яғни барлық жұмысын ашып көрсететін, оқырмандармен байланыс жасайтын өзекті тақырыптардың бірі деп айтсақ болады. Себебі кітапхана тек кітап сақтайтын, қазіргі таңда кітап сақтайтын орын емес, ол сонымен қатар руханияттың ордасы, қоғамның интеллектуалдық жүрегі деп айтсақ та болады. Қазіргі қоғамда кітапханаға үнсіз кітап беріп, алып, және келген оқырманды кітаппен ғана шығарып салатын заман емес. Ол сонымен қатар сіздерге дауысым барлығы жақсы естіліп көрініп отыр ғой, иә? Назгуль, демонстрация есть, да, экрана? Да, видно, слайд открылся. Все, вы говорите, когда нужно будет там листать. Хорошо, ага, спасибо. Презентация. Презентация қазір бірінші кіріспе бөліміне түсіндіре кетейін. Жалпы бұл тақырып не береді сіздерге презентациядан бұрын. Сонымен қазіргі қоғамдағы кітапхана, яғни ақпарат ғасыры болғандықтан, біз сол қоғаммен бірге кітапхана ілгері дамып отыру қажет. Неге десеңіздер, баяғы дәстүрлі формадан интерактивті форматқа және заманауи үлгідегі шараларға көшуіміз қажет. Бүгін кітапхана тыныс ала білетін, жұмысы қызу қайнаған орталыққа айналуы тиіс. Яғни кітапхананы біз тірі организммен теңестіруімізге де болады. Ол демалады, дамиды және жаңарады. Ақпарат қоғам жағдайында кітапхана өзінің дәстүрлі қағидасын сақтап келе жатқан жаңа форматтағы ақпараттық, мәдени, рухани, білім беретін әлеуметтік алаң немесе кеңістік. Ұлы ойшылдар, яғни кітапты ежелден ақ дәріптеп қасиетті дүниеге бағалаған. Ұлы философ ойшыл Әбу Насыр Әл-Фараби білімді қоғамның дамуының басты шарты деп көрсетсе, ал Абай Құнанбайұлы
дана ақын Абай атамыз артық ғылым кітапта деп артық ғылым кітапта деп кітаптың қадірін айрықша атап өткен. Демек, кітапхана ұлт болашағын, мәдениетін, дінін, тарихын қалыптастыратын стратегиялық мәдени институт деп айтсақ та қателеспейміз. Кітапхана адамзаттың жырлар бойы сақталған құндылығы мен жады. Ол үнсіз тұрғанымен ішінде мыңдаған ой сөйлеп тұрған рухани кеңістік. Мына енді семинарымыздың мақсаты, слайдқа, презентациямызға мән беретін болсаңыздар, кітапхана іс-шараларының нысандарын, түрлерін ұйымдастырылуын және насихатталуын талқылау. Яғни бұл көпшілік жұмыстар сіздерге, кітапханашы мамандарға не береді? Второй слайд. Не береді? Бұл тұрғындарды біріктіретін, яғни ауыл аймақ, кітапхананы қоғамдық өмірдің орталығына айналдыратын кездесулер, көрмелер, акциялар және іс-шараның инновациялық түрлері. Қызығушылық клубтары, өлкетану жұмыстары, отбасылық оқу, қолөнер. Отбасылық оқу, қолөнер дегенімізді түсіндіре кетейін, өлкетану жұмыстары, яғни сол ауыл аймақтың тарихын насихаттайтын өлкетану жұмыстарын жүргізу, отбасылық оқу конкурстарды, яғни отбасыларға арнап конкурс әдеби кештерін өткізуге болады. Сондай қолөнер, сол ауылдағы өнерге жақын, қолөнерге бейім адамдардың кітапханаға тартуға болады. Ұрпақтар арасында кездесулер, әжелер мен немерелер, яғни бұл да жаңағы мен айтып кеткендей конкурстарды ұйымдастыруға болады. Ауылдың әлеуметтік мәселелерін талқылау, экология, жұмыспен қамту, денсаулық, яғни түрлі тақырыптарда, енді көпшілік жұмыстар дегеніміз кез келген еркін тақырыптарды ұйымдастыруға болатын шаралар. Жергілікті фестивальдар, мерекелерді ұйымдастыру, атаулы даталар күнтізбесі бойынша іс-шараларды өткізу, сол сияқты жаңа мемлекеттік тарапынан бекітілген түрлі жобалар, акцияларды осы іс-шаралар арқылы оқырмандар тартуға және де кітапхананың қорын насихаттауға септігін тигізетін жұмыстың негізгі түрі деп айтсақ та болады. Келесі слайд. Следующий слайд. Яғни кітапхана оқуға құштар жандарды қалыптастырады. Бұл не береді? Іс-шара түрлерін ұйымдастыру кітапханада. Ақпараттық білім беру, сонымен қатар мәдени бастамаларды қолдау. Жаңа айта кеттік қой, мәдени бастамалар, мәдени мұрағат бағдарламасы бар, білетін болсаңыздар. 100 кітап, оқуға тиісті 100 кітап. Сонымен қатар биылғы жылдан бастап, қыркүйек айынан бастап жаңағы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен оқитын ұлт жобасы қоры, арнайы қоғамдық қоры бірлесе отырып, жобаны жүзеге асыру жалпы айтқанда инициатива, ой тастап отыр. Кітапханашыларға, жаңа білім беру саласындағы, мәдениет саласындағы қызметкерлерге осы жобаны мәдени бастамалар қолдау деген, сол мәдени бастамалар қолдау, яғни кез келген осы кітап саласымен байланысты жобаларды жүзеге асыру болып табылады. Оқырман санаттарын ескеру дегеніміз инклюзивтілік қазіргі таңда өте маңызды. Кітапхана тек балалар, жасөспірім, ересек қарттар ғана емес, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға да қолдау көрсетіп және барынша қызмет көрсету қажет. Следующий слайд. Кітапханашының әлеуметтік рөлі дейміз. Осы көпшілік жұмыстар жүргізу жағынан кітапханашының енді рөлі жан-жақты деп айта кетсек болады. Кез келген қабілетті меңгеру қажет. Қандай қабілеттер? Коммуникативті қабілеттер, ұйымдастырушылық қабілеттері, сонымен қатар психологиялық жағында, оқырмандардың психологиялық жағында ескеру қажет.
қазіргі таңда жаңа технологиялық меңгеру қажет. Коммуникатор, навигатор, консультант, сол сияқты жан-жақты кітапханашы маманы жан-жақты қасиеттерін меңгеру қажет. Осы көпшілік жұмыстар жүргізу жағынан әлеуметтік рөлі ескеріледі. Ол қазіргі заманауи кітапханашы ол іс-шараларды ұйымдастырушы, консультант деп жаңа айта кеттім, медиатор, коммуникатор, әдебиеттерді насихаттаушы, жарнамалаушы, әлеуметтік желілермен жұмыс жасай білетін, яғни білесіздер, TikTok, Instagram, Facebook парақшаларын жүргізе білетін, яғни заманауи осы қоғамға сәйкес оқырман талабын ескере алатын кітапхана маманына айналуымыз қажетпіз. Следующий слайд. Кітапханадағы көпшілік мәдени жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Мақсаттары оқуға тұрақты қызығушылықты қалыптастыру, ақпараттық мәдениетті дамыту, рухани адамгершілік тәрбие, жеке тұлғаны әлеуметтендіру. Міндеттеріне келетін болсақ, жаңа оқырманды тарту, тұрақты актив оқырмандар жандандыру, кітапхана имиджін нығайту, серіктестік байланыстарды кеңейту. Мақсаты мен міндеттері ескергеніміз, яғни қандай да бір шараны бастамас бұрын оның мақсатына жетуге және не себептен бұл шараны алдым, не себептен қай оқырманның қай санатына өткіземін, бұл шара не береді деген сияқты алдымызға мақсат қойып көздеген мақсатымызға жетуіміз қажет. Келесі. Следующий слайд. Ауыл кітапханасы мәдени ақпараттық орталық. Ауыл кітапханасы, мысалы, ірі кітапханаларды алатын болсаңыздар, жоғары оқу орны кітапханасы тек қана студенттерге және де оқытушыларға қызмет көрсететін болса, қалалық кітапхана, орталықтандырылған Алматы қаласының кітапханасы, мысалы, қала тұрғындарына. Сол сияқты типіне, түріне қарай кітапхананы қызмет атқарады ғой. Ал ауыл кітапханасы ол негізі типінде, түрінде таңдамайды. Жалпы ауыл аймағында қандай оқырман келсе де еңбектеген бала мен еңкейген қартқа дейін, яғни қызмет көрсете білетін орталық болып табылады. Сол себептен оқырман санаттарының психологиясын ескере отыра көпшілік шараларды да, яғни дұрыс бағытын беріп, аудиторияның мақсатын, аудиторияның құрамын анықтап алған дұрыс. Ауыл әкімшілігі мектептермен, мәдениет үйімен тығыз байланыста қарым-қатынас орнату. Неге десеңіздер, қазақта айтады ғой, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп. Сол себептен де кітапханашыларға жоғары жақтан болсын, облыс әкімдігі, аудан әкімдігі және де ауыл әкімшілігінен жаңағы басшылық әкімшілік тарапынан қолдау әрине бүгінгі күні мына қоғам талабы өзгергенде, мына ақпарат шарықтаған заманда кітапханашыларға қолдау өте қажет деп ойлаймын. Ауыл кітапхана бір уақытта бірнеше функцияларды орындайды. Ол ақпараттық білім береді, мәдени, әлеуметтік, психологиялық және тағы да басқа функцияларды орындайтын орталық болып табылады. Енді қазіргі таңда ауылдық кітапханаларда барынша барын салып, жаңағыдағы проблема өте көп кітапхана саласында. Сол проблемаға қарамастан барын салып жұмыс істеп, жаңағыдай қоғам ағымнан қалмауға тырысып келе жатыр. Келесі. Следующий слайд. Көпшілік жұмыс жүргізудің негізгі бағыттары мәдени ағарту іс-шаралары. Әдеби кештер, авторлармен кездесулер, офлайн және онлайн, фильм көрсетілімдері, фильмге бейімделу талқылау,
концерттер, спектакльдер, бұлардың барлығы мәдени ағарту іс-шараларына жатады. Білім беру жобалары, дәрістер, мастер-класстар, курстар, өлкетану, өнер, сандық дағдылар дейміз ғой, диджитал деген сандық, цифровой дағдылар, қызығушылық клубтары, тілдік, әдеби, ғылыми, емтиханға дайындық, бұл білім беру жобаларына жатады. Оқуға көмектесу, әсіресе балалар мен жасөспірімдер кітапханаларында. Интерактивті және ойын форматтары, квизалар, викториналар, әсіресе қазір осы формат жастар арасында өте қызықты және өзекті. Осы форматтар арқылы шаралар өзінің мақсатына, деңгейіне және де оқырманның назарына жетіп жатады. Квесттер, әдеби әлемге саяхат, қазір кейінгі слайдтарда әдеби әлемге саяхат бойынша Ой, Назгуль, я случайно выключил ваш микрофон. Включите. сонымен интерактивті және ойын форматтар қазір оқырмандар қауымы үшін өте қызықты деп айтсақ болады. Және де осы форматтар арқылы әдебиеттердің мазмұнын ашуға болады. Ойын түрінде, жалпы айтқанда, енді жасөспірімдерді оқуға тарту қазіргі бізде проблема ғой, өзек проблемаға айналып келе жатыр. Что-то презентации не видно. Презентацию отключили, да, или как? Сейчас, я поговорите пока. Ол сонымен қатар кітапханада үнсіз тұрған әдебиеттер, үнсіз дегеніміз қозғалмай тұрған кітапхана қорын барынша осы шаралар арқылы орнынан қозғауға болады, оқырман назарына ұсынуға болады, және де жалпы оқырман қауымды кітапханаға тартуға болады осы іс-шаралардың арқасында. Бүгінгі ақпарат тасқыны заманында адам баласы деректер мен ақпараттардың көптігінен шаршайды. Сондықтан да кітапхана ақпарат бар, бірақ тереңдігі аз. Мәлімет бар, бірақ мағына жетіспейді. Осындай кезде кітапхана сапалы білімнің сүзгісі, мәдениеттің тірегі, ойдың тұрақты мекені болып қала береді. Ал кітапхананың жаны көпшілік жұмыс деп айтсақ қателеспейміз. Егер мысалы көпшілік жұмыс деп неге тоқталып жатырмыз? Өйткені жай ғана кітап беріп, кітап таратып, кітап сәлеметсіз бе, мынау кітабыңыз, сау болыңыз, кітапты қайтарыңыз дейтін болсақ, онда біздің кітапханамыз тек кітап қоймасы болып қалуы мүмкін. Сондықтан да іс-шаралар арқылы кітапхана жұмысын, имиджін көтеріп, оқырмандар санын көбейтіп, өз кітапхана қорын насихаттап, түрлі шараларды түрлендіруіміз кітапханашылардың қолында. Жалпы кітапхана имиджі осы шаралар арқылы оқырмандарын көбейту, осы шаралардың арқасында жүзеге асыра алады. Бүгінгі таңда кітапхананың міндеті тек ақпарат ұсыну емес, сонымен қатар ауыл аймақты қоғамды біріктіру, оқырманды тарту, шығармашылықты дамыту, жаңа буын дегеніміз, яғни қазір ұрпақтар альфа, Z ұрпақтарын тәрбиелеу. Қазіргі мына қоғамдағы ұрпақ жасөспірімдерді кітап оқуға тарту, сол проблеманы шешу ауыл кітапханасынан, яғни кішігірім кітапханалардан ірі кітапханаларға дейін жүргізсе, меніңше осы кітап оқу мәдениетін көтеруімізге және осы проблеманы шешуге болады деп ойлаймын. Заманауи кітапханада дәстүр мен жаңашылдық үндестігі.
Заманауи көпшілік жұмыстарды ұйымдастыруда бірнеше негізгі бағытты атап өтуге болады. Интерактивті форматтар, иә. Можно следующий слайд, 8 слайд. Жасөспірім балалар. Бағана бері айтып жатырмыз, аудиторияны бірінші белгілеп аламыз деп. Қандай санат, оқырман санаттарына жұмыс жасаймыз. Жасөспірім балалармен жұмыс. Оларға көбінде дауыстап оқулар, қуыршақ қойылымдары, кукольный театрлар, иә. Шығармашылық шеберханалар, сурет салу, модельдеу, бағдарламалау, жазғы оқу бағдарламалы, мысалы, сүйікті кітаптар мен жазғы саяхат. Осындай жобаларды ұсынған дұрыс. Мысалы, өздеріңіздің актив оқырмандарыңыз, белсенді оқырмандар арасында осы сүйікті кітаптар мен жазғы саяхат немесе конкурс, байқау түрінде де өткізсеңіздер болады. Сонда ұсыныс беремін. Дауыстап оқулар деп жасөспірімдерге, яғни осы жұмыстың бағыттарын ұсынуға болады. Ерікті топтар мен волонтерлер, яғни еріктілер дейміз ғой, өз еркімен ауылда белсенді еріктілерді тартуға болады. Яғни бұл әлеуметтік жұмысқа жатады. Зейнеткерлерге арналған тегін курстар, яғни сол ауылдың қарттарына, егер де компьютерлік сауаттылықты жақсы меңгерген болсаңыз, сондай жағынан ауыл қарттарын кітапханаға тартуға болады. Қайырымдылық акциялар дейміз. Оқырмандардың бір-біріне кітап алмасуы, буккроссинг шарасы. Буккроссинг шарасын енді қысқаша айта кетейін, ол жаңағы ауылдағы, мысалы, дүкендер болсын, мектептер болсын, әкімшілік болсын, балабақша болсын, жаңағы орындарға кітаптардың орнын қойып кетіп, және де сол оқырмандардың назарына ұсынып, одан кейін ойларын WhatsApp желісі арқылы немесе электрондық почта арқылы кітаптың мазмұнымен бөлісе алатын шараның бір түрі буккроссинг. Ол да яғни ауыл кітапханасына өте тиімді шара деп ойлаймын. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау көрсету, аудио кітаптар, тактильді кітаптар. Енді бұны сіздерде ауыл аймақтарына бұл мәселе, аудио кітаптар, тактильді кітаптар қаланың өзінде енді қалалық кітапхана бар, орталықтандырылған ЦБС дейміз ғой. Чехов атындағы кітапхана әдістемелі орталық болып табылады, егер естулеріңіз болса. Бұрын 28 кітапхана кіретін, қазіргі таңда 33 кітапхана басқарады. Сол жерде кітапхана, қазір Алматы қаласының кітапханалары енді осы жағдайда ескеріп жатыр. Енді ауыл аймақтарында да мүмкін бар шығар дамыған кітапханалар. Ауыл аймақтарының кітапханаларын аралап көрмедім. Сол себептен де осындай жағдайлар жасалынса деймін да, аудио кітаптар, тактильді кітаптар дегеніміз, яғни мүмкіндігі шектеулі, көзі нашар көретін және де құлағы нашар еститін жандарға арналған құрылғылардың болуы, сонымен шақыратын арнайы жаңағы кнопка дейміз ғой, сол сияқты өзінің жаңағы жолдары, жалпы айтқанда барлық құрылғылардың кітапханада болғаны дұрыс. Цифрлық және гибридтік форматтар дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, кітапхананы қазір цифровизация, цифрландырусыз елестету мүмкін емес. Что-то слайд потерялся. Да, сейчас. Технические неполадки. Сейчас включу. Ага, хорошо. Цифрлық құрылғыларсыз кітапхана елестету мүмкін емес. Неге десеңіздер, біз қазір соған тәуелді болып отырмыз, кітапхана саласы әсіресе. Заманауи кітапхана дәстүр мен жаңашылдықтың үндестігі деп айта кеттік. Виртуалды, цифрлық және гибридтік форматтар дедік қой. Бұрын соңды енді гибридтік формат дегенді қалай түсінесіздер өздеріңіз? Гибридтік форматта түсіндіре кетейін. Ол да ауыл аймағындағы кітапханаларға іс-шара өткізуіне кеңес беремін және тиімді деп ойлаймын. Егер өзім ауыл кітапханасында жұмыс істейтін болсам, осы форматты қолданар едім. Гибридтік формат. Гибридтік формат дегеніміз, ол мысалы ауыл кітапханасында сіз
мектеп оқушылары немесе де мектеп оқушылары дейік жарайды енді мектеп оқушыларын жинап іс-шара өткізетін кезде онлайн қаладан бір жазушыны немесе де қала әкімдігін аудан әкімін қосып іс-шара өткізсеңіз онда сол онлайн және офлайн екеуінің қосындысы гибридтік формат болып табылады. Іс-шаралардың онлайн трансляциялары, дәрістер, мастер-класстар, виртуалды кітап клубтары, Zoom арқылы да, Discord сол арқылы да жаңағы конференция, кітап конференцияларын, читательский конференция дейді, оқырмандық конференцияларды өткізуге болады. Кітапханалардың әлеуметтік желілері мен блогтары, TikTok, YouTube, Telegram енді бар қазір жас болсын, пенсионер, қарт болсын, барлығы да осы әлеуметтік желілерде отырады. Ол барлығымызға мәлім. Осы әлеуметтік желі арқылы да барлық шараларыңызды жүзеге асырып отырсаңыздар, сіздер өздеріңізге тек қана оқырмандарды жинайтын боласыздар кітапханаға. Оқырман санын көбейтесіздер және де кітапхана имиджін арттырасыздар. Интерактив форматтар туралы сонымен дәстүрлі көрме, әдеби кеш, оқырман конференциялар бүгінде жаңа сипатқа ие болып келеді. Дәстүрліден біз жаңаша бағытқа өтіп жатырмыз. Қарапайым кітап көрмесінің өзі интерактивті элементтерден интерактивті элемент дегеніміз не? QR код арқылы. Қазір қарасаңыздар, кітаптарды былай сөрелерге тізіп қоймаймыз, тек QR код арқылы кітап сөрмесінде ұйымдастыруымызға болады. Ол енді жаңаша инновациялық бағыты деп айтсақ болады. QR код арқылы кітап аннотациясын көру, бейне презентациялар, автор туралы деректі сол интерактив форматтың тағы бір бағыты автор туралы деректі фильм үзінділерді көрсетуге болады. Сол жаңа гибридтік форматта Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы соңғы жылдары әдеби шараларды осы форматта өткізіп, офлайн және онлайн аудиторияны қатар қамту тәжірибесін дамытып келеді. Бұл заман талабына сай тиімді тәсіл деп айтсақ болады. Келесі слайд, следующий слайд, 9 слайд. Енді заманауи технологиялар көпшілік жұмыстарды ұйымдастыруда заманауи технологиялар, сандық технологияларға тоқталамыз. Әлеуметтік медиа, хабарландырулар, челлендждерді білесіздер, өткізіп те жатқан шығарсыздар. Челлендждер қазіргі таңда өте актуальны, маңызды дейміз ғой. Авторлардың тікелей эфирі, кітаптарға бейне шоулар, онлайн оқу, марафондар, Bookstagram және BookTok деп Instagram желісі арқылы да өздеріңіздің шараларыңызды жүзеге асырсаңыздар болады. Сондай-ақ электронды аудио кітаптар, қазір көбінде көз майын тамызғанша кейбір адамдарға аудио, әр адамның қабылдауы әртүрлі ғой, сол жаңағы аудио кітаптар тиімдірек. Аудио кітаптар, сандық ресурстар, көрмелерде QR кодтар, онлайн шаралар мен вебинарлар, жаңағы гибридтік форматтағы осы онлайн шаралар осы жерде қолдануға болады. Шаралар мен вебинарларды. Мобильді қосымшалар, ресми кітапхана сайттары, мобильді қосымшалар білесіздер, әр кітапханада қазір өзінің приложениесі бар. Ресми кітапхана сондай. Егерде программист ауыл аймағында енді кітапханашыға программист бар ма, жоқ па, бөліне ма несінде болмаса, сол мектептен бір программист тауып дегендей, өздеріңіздің мобильді қосымшаларыңызды, ауыл кітапханасының мобильді қосымшасын дайындауға кеңес беремін. Одан кейін QR квесттер және интерактив форматтар. QR квест қысқаша айта кеттім. Әлем әдебиетіне саяхат тақырыбында библиоквест ұйымдастыруға болады деп. Қазір келесі слайдтарда жаңа қалай ұйымдастыру жөнінде тоқталатын боламыз. Келесі слайд. Енді геймификация деген қазір таңда термин
естуіңіз бар шығар. М, яғни жасөспірімдерге осы ойын технологиясы арқылы әдебиеттерді насихаттау өте тиімді, және де қабылдауы осы ойын арқылы, ойын форматтары арқылы жасөспірімдер, балалар тез қабылдайды. Әдеби квесттер, квиздер және интеллектуалды ойындар, әдеби кейіпкерлерге байланысты үстел ойындары, әлеуметтік желі және челлендждер осы ойын технологиялары арқылы іске асыруға болады. Енді сонымен қатар әдеби кейіпкерлерге байланысты деген болмаса былай да іс-шара өткізуге болады, немесе өзіңіздің кітапханаңыздың бір жұмысын формат ретінде, мысалға Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы бар ғой, Менің атым Қожа, оның фильмі де бар. Сол сияқты жаңағы әдеби шығармаларны фильм арқылы да ұсыныс жасап сол шығарманы насихаттауға да болады. Нәтижесі жастардың қызығушылығын арттыру болып табылады, барлығы да мақсаты. Келесі слайд. Енді серіктестік жобалар бізге кітапхана ұйымдарына өте маңызды, өте қажет нәрсе. Серіктестік жобаларсыз жаңа байланыс жасамай, қарым-қатынас орнатпай, енді кітапханашы деген мемлекет басшылығынан да қазір енді қолдау жағы да кішкене, өздеріңіз барлығымызға мәлім, білесіздер, кітапханаға кітап кадр мәселесіне, жалпы айтқанда қорды толықтыру, финансирование дейміз, қаржыландыру жағынан, технологиялық жаңарту жағынан да болсын, проблема, өзекті мәселелердің бірі, яғни кітапхана саласындағы мемлекет тарапынан да көңілді жаңағыдай аз бөлігінде осыда деп ойлаймын. Енді кішкене мәдениет басқармасы біздің проблемамызды шешуге атсалысатын болса, бізде жаңа кадр мәселесінен, кітапхана қорын толықтырудан және программалау болсын жеңілдік болар еді. Сол себептен проблема болғандықтан серіктестік жобаларды біз іске асыруымыз қажет. Өзіміз кітапханашылар, өзіміз бірлескен мектептермен бірлескен акциялар, әдеби фестивальдар, жастар ұйымдарымен, аудандық, облыстық кітапханалармен бірлескен жобалар, жазушылармен және сарапшылармен кездесулерді бірінші іс-шара өткізіп, сол аталған мектеп әкімшілік болсын, бірлесе отырып іс-шара өткізіп, сосын барып кітапхана ішіндегі проблемаларды шешкеніміз дұрыс деп ойлаймын. Бұл бізге не береді? Мүмкіндіктер мен ресурстарды кеңейтуді көздейді. Следующий слайд. Сонымен қатар кітапхана, бағана айта кеттім ғой, тек кітап беріп сақтап қалатын орын емес, сонымен қатар кеңістік, жаңашылық кеңістігі деп айтсақ та болады. Коворкинг, демалыс орындары, медиа студиялар, сонымен қатар мына презентация мына беті аударылмай кетті, кешірім сұрап, қазір өзім аудара салам. Осы зона свободного общения дейміз ғой, жаңағы еркін тілде қарым-қатынас жасайтын орталық, сонымен қатар шығармашылық орталығы айналуы тиіс. Тек кітап оқуған ғана шақырмайтындай, мысалға кітапханаға келгенде өзінің атмосферасы қолайлы, ұйықтап алатындай, жаңағы кітап оқудан шаршаған кезде бір енді ауыл аймағына біз бірінші қалалық кітапханаларда енді осындай даму үстінде ғой, коворкинг орталықтарға айналып келе жатыр. Сол себептен бірте-бірте ауыл кітапханаларына жетеді деп ойлаймын. Сондай демалатын орындарына айналуы тиіс. Шетелдік кітапханаларында арнайы кафесі, рестораны, сондай ақ бассейн,
кітап оқудан шаршаған кезде өзі жаңағыдай сергіп алатын көптеген жағдайлар жасалған. Сол енді бізде бірте бірте даму үстінде ы, деп айтсақ болады. Келесі слайд. Инклюзив технологиялар жаңа да қысқаша айта кеттім. Енді ол жерде аудиокітаптар, мысалға өмірге құштар жандар кімдер деп айтсақ, ол әрине көз нашар көретіндер, жаңағы аяғынан айырылған, немесе көз жанарынан, есту жанарынан, есту жаңағы мүшесінен айырылған жандар деп айтсақ болады. Сол себептен де олар оқығысы келеді, ізденгісі келеді. Меніңше осындай мына презентацияда көрсетілген жаңа жағдайларды жасауымыз тиіс деп ойлаймын. Аудиокітаптар, брайль дисплейлері, рельефті қаріпке арналған принтерлер, дейси нелері, ойыншылар, аударғанда плеерлар ғой, дейси плеерлар, дыбысты күшейтуге арналған индукциялық ілмектер, сурдо аудармасы немесе субтитрлер бар бейнематериалдар, пандустар, қызметкерлердің шақыру арнайы түймелері, осы сияқты жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасауы тиіс. Қандай кітапхана болсын. Енді орталықтандырылған кітапхана Алматы қаласы бойынша 33 кітапхананың 17-сі осы жаңағы осы мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасауға жобаларына қатысып отыр. Жағдай жасайтын жобаларына қатысып отыр. Следующий слайд. Жаңағы серіктестік дегеніміз партнерство дейміз ғой, байланыс жасау, қарым-қатынасын орнату. Мектеп, бағана алдыңғы слайдта айта кеттім ғой, мектеп, әкімшілік болсын, бірлесе іс-шараларды ұйымдастырып, өздеріңіздің іс-шара арқылы рухани әсер бергеннен кейін, одан кейін ішкі проблемалар, кітапхананың ішкі проблемалар дедім ғой. Сол аудан, облыс әкімдігі, мәдениет үйі, жергілікті әкімшілік олармен байланыс орнатқанда, мына жерде де аудармай қалып кетті, грант немесе ақпараттық не алуға болады, қолдау, ресурстарды алуға, кеңейтуге болады, кітапхана қорын кеңейтуге болады дегендей. Осы аудан, облыс әкімдігі, мәдениет үйімен байланыс орнату арқылы. Жеке кәсіпкерлермен ауыл аймақтарында әрине белгілі бір жеке кәсіпкер болса, жауапкершілігі шектеулі серіктестік дейміз ғой, ауыл кәсіпкерлері, мектеп директоры, бірлескен акциялар мен конкурстар. Сонымен қатар бұл серіктестіктерден қаржыландыру, материалдық көмек күтуге болады. Одан кейін кітапханаға студент жастар, сол ауылдың немесе мектеп түлектері, ауылдан түлеп ұшқан танымал азаматтарды, еріктілер, блогерлер, жастар ұйымдары, ардагерлер кеңесі, ауыл түлектері, осы еріктілер, блогерлер арқылы кітапхана жұмысында жеңілдетуге, жаңағы атсалысуға көмек сұрасаңыздар болады. Мысалы, адами ресурстар, ынта, идеялар, сыйға ұсынатын әдебиеттер. Кейбір кітап оқитын жандар өздерінің, мысалы, қалада да бар ғой, дарственный книга, Аль-Фараби кітапханасы жүргізеді негізі, университет кітапханасы. Кітаптарыңды сыйға тарт тақырыбы, жаңағы оқылмайтын кітаптар болсын, оқылатын кітаптар болсын, өздерінің кітаптарын сыйға беріп жатады. Сол сияқты сондай шараларды қарастырсаңыздар болады. Ауылда мүмкін сөрелерінде толып тұрған маңызды кітаптарын сыйға тартатын жандар табылып қалар. Осыны жүзеге асырып көрсеңіздер болады. Келесі слайд.
көпшілік жұмыстарды ұйымдастыру кезеңдері аудитория. Бірінші сіздер белгілеп аласыздар, аудитория жаңа құрамын кімдерге өткізесіздер. Балабақша балалар ма, әлде мектеп оқушылар ма, әлде жасөспірім ба, әлде еңбек қызметкерлер ма, әлде зейнеткерлер ма деген сияқты сол аудиторияның қатысушыларын белгілеу, негізгі топтарды анықтап аласыздар. Одан кейін жоспарлау, міндетті түрде жоспарлайсыздар іс-шараны. Сонымен қатар жоспар, енді әр кітапханада іс-шара жоспары бар деп ойлаймын. Бір айға 2-3 ірі шараны белгілеп жоспарлап қойсаңыздар болады. Мысалға, осы наурыз айына десек, 1 наурыз алғыс айту күні, жаңағы атаулы даталар күнтізбесіне сәйкес 1 наурыз алғыс айту күні, одан кейін 8 наурыз аналар күні, 22 наурыз ұлыстың ұлы күні деген сияқты осы наурыз айына 3 ірі жаңағы шараны міндетті түрде жоспарлап қоюларыңыз қажет. Одан кейін сәуір айында 23 сәуір жаңа дүниежүзілік кітап күні бар ғой. Сол сияқты әр айдың өзінің күні жаңа атаулы күнтізбесіне сәйкес даталар болады. Соған байланысты немесе Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығы, енді конституция, жаңа конституция деп жатырмыз, референдум деп жатырмыз, сол жаңалықта не болып жатыр, соның барлығын кітапханаға кірген кезде кішігірім көрме ретінде немесе интерактивті слайд түрінде, жаңағыдай, егер интерактив тақта болса, сол слайд түрінде де жүргізіп, осы елімізде болып жатқан жаңалықтарды көрме арқылы насихаттап қойсаңыздар болады. Сосын актуальны, маңыздылығын жоғалтпайтын тақырыптарда көрмелер ұйымдастырып қоюға болады. Дайындық, әрине дайындық өте қажет. Іс-шара өткізу жауапкершілікті қажет ететін сондай күрделі процесс деп айтсақ та болады. Біріншіден әдебиеттер сұрыптайсыздар, материалға қарайсыздар, презентация болса презентация дайындау, одан кейін безендіру жұмыстары. Енді әрине іс-шараның әрбір іс-шараға қаржы, жай конференцияның өзіне мысалға алдыларына су қойылу керек деген сияқты торжественный мероприятие болса шарлар ілу керек сияқты, сондай безендіру, хабарландыру, шақыру, ақпараттарын рәсімдеу, сондай сияқты дайындық жұмыстарын жүргізу қажет. Әрине ауылдан шыққан, ауылда танымал, беделді кісілер болса, оларды шақырып, жарнамалап, мысалы бүгін біздің шарамызға осындай кісі қатысады, болмаса бітіріп кеткен түлектер арасынан кімді ауылда жаңағы беделді тұлға ретінде құрметтейді, сол кісілерді шақыру арқылы да түрлі шараларды өткізуге болады. Келесі, следующий слайд. Енді мен сіздерге бір жаңадан бері айтып жатырмын ғой, библиоквест деген. Әлем әдебиеттерін саяхат, библиоквест қалай шараның сценарийін, үлгісін ұсынып отырмын. Біріншіден, бұл библиоквест көбіне жасөспірім балалар өте жақсы көретін шараның бір түрі. Жасөспірім балалар, және мектеп оқушылар 12-18 жас аралығындағы балаларға өткізуге болады. Өткізу уақыты 1 және 1,5 сағатты құрайды. Іс-шара барысынан ашылуына 10 минут. Одан кейін квесттің ережелерінің қысқаша түсіндірмесі, яғни интерактив тақта болса, сол тақтаға шығарып қойсаңыздар болады, жаңағы түсіндірмесін. Одан жиналған оқырман балаларды 3-4 топқа бөліп, әр команда жаңағы маршрут парағын алады. 3-4 топқа бөлгеннен кейін, сонымен қатар сіздер оқырмандарға жаңағыдай кітапхана қорына еркін достық дейміз ғой, еркін түрде жаңа қол жетімділікті негізі ерік бересіздер кітапхана қорына. Одан кейін фондық әуен кітап саяхаты стиліне
қарай қосып қоюға болады. Сол енді әр кітапханашы өзі не ғой, фантазер дейміз ғой, өзінің несіне, фантазиясына қалай, фантазиясына жаңағыдай қиял ғажайып қасиетіне қарай музыка қоса ма, сол жағын өзі ұйымдастыра кетеді. Ыңғайлы кеңістік, әрине кітапханада ыңғайлы кеңістік болу керек. Ақпараттық стендтер, материалдар. Келесі слайд. Следующий слайд можно? Негізгі бөлім сол жаңағы 3-4 команданы бекеттер, станциялар арқылы, кейбіреулер бекет деген түсінбеуі мүмкін, станция дейміз ғой. 4 станцияға бөліп қарастырамыз, әрбір станцияға атау береміз. Бірінші станция QR жұмбақ станциясы деп аталады. Қатысушылар QR кодты сканерлеп, оларды сканерлеу арқылы тапсырма алады. Кітап бойынша сұрақ жауап кітапхана қорынан табу керек. Яғни кітапхана қорына жаңа доступ бересіздер дедім ғой. Сол сканерлеген сұрақты кітапхана қорына іздейді. 4 командаға бөлінеді деп айттым ғой. Сол 4 команда осы бірінші станция бойынша жағы өздерінің тапсырмаларын орындайды. Одан келесі станция әдеби квиз деп аталады. Ол өте шапшаң сұрақтар, тез жауап беруге тиісті сұрақтар. Презентация немесе интерактив тақта қолдануға болады. Осы жерде жаңа сұрақтар жауап беру, немесе егер интерактив тақта болмаса, жаңағыдай ноутбукты ашып қойып, сұрақтарды ұйымдастырып ашып қойсаңыздар болады. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы 4 команда өзінің несін жаңағыдай әдебиетке қаншалықты түсінгенін осы неден көруге болады. Одан кейін үшінші станция шығармашылық деп аталады. Бұл жерде өзінің сүйікті кітабының шағын постерін жасайды, немесе қысқа бейне роликтерін түсіреді. Кітап, өздерінің сүйікті кітаптары туралы. Одан кейін станцияда батырдың құпиясы. Бұл жерде сол жаңағы кітаптағы шығармалардағы кейіпкерлерді болжайды, сомдайды. Кесілген фрагменттер, дәйек сөздер құрастырды. Енді яғни сол кітаптарды сомдаудан басқа дәйек сөздерді кесіп қойып, мысалға кітап білім шырағы деген сөзді жаңағыдай жылдам құрастыратындай осы станцияда ескеріледі. Осылай командаға бөлу арқылы, станцияға бөлу арқылы әдебиеттерді мазмұнын ашып, балаларды да жаңағыдай белсенділікке, шығармашылыққа тәрбиелеуге болады. Одан кейін енді әр шараның өзінің несі болады, қорытынды финал болады. Жаңа ұпайларды есептеу, жеңімпаздарды марапаттау, кітапхананың әлеуметтік желісіндегі жалпы фото, жарияланымдар, талқылау. Сосын сізді қандай кітап қызықтырды соңында балалардан осы сұрақ арқылы не түсінді, осы іс-шарадан не алды деген қорытындыға келеді. Осы библиоквестті қорытындылайсыздар. Енді түсінікті болу үшін жаңа тағы да квест деген не екен, өздеріңіз презентацияны сіздерге беретін боламыз. Қарап аласыздар, немесе тағы да ізденіс, яғни жасанды интеллект дейміз ғой қазір. Сол чат GPT, қазір оны да түсіндіре кетем, қалай іс-шарада көмегін тигізеді. Интерактивті, кешіріңіздер, жаңа жасанды интеллект қалай іс-шара ұйымдастыруға өзінің үлесін қосады. Келесі слайд. Кітапханалардың көпшілік жұмысын ұйымдастыруда жасанды интеллект қолдану. Жасанды интеллект кітапханаға не үшін қажет? Жасанды интеллект, яғни кітапхана қызметі, библиотечный деятельность қызмет, яғни направлениясы, өзінің бағыттары не ғой? Әртүрлі ғой. Анықтамалық библиографиялық қызмет бар, оқырмандарға қызмет көрсету, кітап қорын сақтау және толықтыру, өңдеу және сонымен қатар цифровизациялау деген сияқты кітапхананың мәдени шараларды ұйымдастыру қанша бағыты бар кітапхана қызметінің. Сол бағыттары бойынша жиі қолдану қазіргі таңда өте кітапхана жұмысына уақытын үнемдейді және кітапханашының жұмысын жеңілдетеді.
сонымен енді қысқаша мына жерде айтатын болсақ, жасанды интеллект кітапхана іс-шарасын ұйымдастыруды не үшін қажет? Сценарий, іс-шараларға дайындық, яғни квесттер, викториналар, сценарийлерін құру, әдеби ойындарға арналған сұрақтар тудыру, генерация дейміз ғой, сұрақтарды жасау. Сол сияқты сканворд, кроссворд, сондай сұрақтарын құрастыруға болады осы жасанды интеллекттің көмегімен. Әлеуметтік желілерге мәтіндер дайындау. Енді қазір Инстаграм, ТикТок, Фейсбук жүргізбейтін кітапхана жоқ шығар. Соған сіздер жаңалықтарыңызды жариялау үшін осы әлеуметтік желілерге мәтіндерді, осы жиді қолдансаңыздар болады. Жасанды интеллекттің құралдарын қолдансаңыздар болады. Презентациялар әзірлеу, іс-шара енді өткізетін болсаңыздар, сіздерге презентация, тағы да басқа да көрнекі құралдарды осы жасанды интеллект көп көмегін тигізеді. Сонымен қатар жарнама, генерация айттық, плакаттарға арналған суреттер, аудиторияның белсенділігін талдау, тиімді жақтарын, іс-шаралардың саласын арттыру, кешіріңіздер, сапасын арттыру, жас оқырмандар санын көбейту, кітапхананың заманауи имидж арта түседі. Яғни осы жасанды интеллекттің құралдарын қолдану. Келесі, негізгі қорытындылар. Көпшілік жұмыс кітапханашы дамытудың негізі, сонымен қатар мәдени өмірдің коворкинг орталығы болып табылады. Серіктестік өте маңызды. Біз кітапханашы мамандар үшін өйткені айта кеттік, жаңағыдай өзінің проблемасы болсын, іс-шара өткізуде де, оқырмандар санын көбейтуде де мектептермен, мәдениет үйлерімен, қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастық орнату қажет. Технологиялар қолдану, уақыт талабы, әлеуметтік желілер, цифрлық ресурстар және заманауи құралдар оқырмандарды тартуға, сондай-ақ түрлендіруге көмектеседі. Көпшілік жұмыс заманауи кітапхананың имиджін дамытудың негізі құралы. Жалпы соған көпшілік жұмыс не береді дейтін болсақ, кітапхана имиджін деңгейін көтеру, оқырмандар тарту, жалпы кітапхананың бар екенін көрсететін осы көпшілік жұмыстар болып табылады. Келесі слайд. Енді әрекетке шақыратын болсақ, біз кітапханашылар батыл және заманауи қадамдарды жасауымыз қажет. Батыл және заманауи қадамдар дегеніміз қазіргі жаңа технологияларды меңгеру, іздену, бір орында тоқтап қалмау, әрқашанда өз повышение квалификация біліктілігін арттыратын құралдарды іздеу, ел сауаттылығы үшін барымызды салуымыз қажет. Ел сауаттылығы әрине осы мәдениет орталығы болып саналатын кітапханашылардың қолында. Әрбір іс-шараға жауапкершілік таныту, жаңа инновациялармен өзгеру. Айттым ғой, бір орында заман ағымына қарай кітапханашы да барлық нені қазіргі қоғамның талабын ескере отырып өзгеруі тиіс. Көз ашық қоғамды біріктіретін кеңістік құру. Әрине біздің кітапханашылардың қолында. Кітапхананы қоғамдастықпен бірге дамыту. Қоғамдастықпен бірге дамыту дегеніміз ол. Міне бүгінгі осы семинар бірден бір несі жолы деп айта кетсем болады. Қоғамдастық, білім қорымен бірлесе отырып, осындай семинарларды өткізу және басқа да қорлармен бірлескен университет ұстаздары болсын, сіздерге жаңағыдай кімдерден сабақ алғыларыңыз келеді, басқа да қоғамдық қорлармен осындай семинарларды өткізіп біліктілікті арттыру. Сонымен қатар біліктілігі жоғары кітапханашы, яғни оның кітапханасының да қызметі жоғары болады деген ойдамын. Енді осымен көпшілік жұмыстардың түрлері, бүгінгі семинар сіздерге не берді деп
қорытындылайтын болсақ, ойлаймын, интерактивті форматтармен, сонымен мәдени түрлермен, жаңағындай оқырман санаттарының деңгейін ескере отырып іс-шара түрлерін ұйымдастыруды меңгерді деп ойлаймын. Следующий слайд, енді қорытындылай келетін болсақ, менде сізді ауыл кітапханалары жайлы біраз кішкене ақпарат алғым келеді. Осындай пікірталас бөлігі ретінде мына жерде бір сұрақтарды ұйымдастырып қойдым. Сіздер де белсенді түрде осында жаңағы сұрақ пікірталас арқылы семинарымызды қорытындылап жіберсек, сіздің бірінші сұрақ бойынша сіздің кітапханаңызда көпшілік жұмыстың қандай түрлері басым? Осы бойынша өз ойын білдіргісі келетін әріптестер болса, ортаға салып талқылай өтсек. Құрметті әріптестер, Бізге келді ма? Мен сіздерге семинардың жаңа қорытынды бөліммен аяқтап өттім. Мен естіп отырсыздар ма? Естіліп тұр. Семинардың пікірталас бөлігі ретінде мына жерде бірінші сұрақтарды ұйымдастырып қойдым. Сол сіздер туралы, сізді ауыл кітапханасының жағдайы туралы осында ой қалдырсақ, бірінші сұрақ бойынша сіздің кітапханаңызда көпшілік жұмыстың қандай түрлері басым? Сол жөнінде өз ойын айта алатын пікір білдіретін әріптесіміз болса, тыңдап көрсек. Жерін басар. Ашын бітсің болды, бір жана болды. Мен сұрағым түсінікті ма, құрметті әріптестер? Осы мен екінші рет қайталадым. Бүгінгі семинардан не алдыңыздар, қай жер, қандай сұрақтарыңыз бар, және де мына сұрақтарға не айта аласыздар? Менде сол Мен екінші сұраққа жауап берейінші. Іс-шараларда ұйымдастыруда қандай қиындықтарға тап боласыз дейді. Ұйымдастыруда біз әрине ол іс-шарада ізденістің үстінде боламыз, біріншіден. Екіншіден бізде енді қалай айтсам болады, бізде мынандай экран немесе интерактивті тақта немесе немене түсіретін прожектор сияқты нелер болады ғой, сондай жөнінен бізде қиындық болады. Біз ауызекі айтамыз и все болды, басқа Қасыңызда үлкен маман отыр ғой, осыны көрсететін бір мәселен видео слайд бірдеңе жасайтын болсақ, оны көрсетуге бізде мүмкіндік жоқ, мысалы. Сондай сияқты қиындықтар болады. Сізді қай кітапхана? Менде енді ауыл деп айта алмаймын, енді Текелі, Жетісу облысы Текелі қаласы. Текелі қаласы, сонда сіздің проблемаңыз кітапханадағы жаңа технологиялардың тапшылығы, Иә. Мен мәселен тағы бір қоса айтсам, мысалы, менде ондай көп болған жоқ жұмысқа кіргеніме, өзім алдым мұғалім болып істеген. Мына осы сабақты, мысалы, көпшілігі ойлап отыр, заманауи неде үйретсе екен деп. Мысалы, көп адамдар, көпсі үлкен кішілер ғой бұл жерде. Мынау нені біздің қолдап жатқан жаңағы жасанды интеллекті қолдануды білмейді. Бізге ең бастысы қалай қосымша деп айтайыншы, қалай қолданады, қалай жерге кіреді, сондай сияқты кішкене ақпарат берсе, сабақтың ізінде болса да, мәселен осы апта аяқталған кезде көбісі үлкен кісілер ғой, білмейтінмін. Мен өзім, мысалы, жасанды интеллектті мен ізденудің үстіндемін, бірақ көбінесе платно, ақша төлейсіз солай. Мүмкін енді сіздер алдын қолданып жүрсіздер ғой, сондықтан сондай бір тиімді жолдары бар ма? Өткенде айтылды, өткен сабақта ChatGPT-де мынандай неге кірсеңдер, осындай жерде
видео деген жасау тұрады деген сияқтылар көрсетілді. Және де оған айтып жатқаным ғой, мәселен, картинаны немене тірілту, мысалы үйде отырып бізге айтады, мысалы осы сіздерде бар шығар, осы референдумда қолдауға біз видео жасауымыз керек болады. Демалыс күндері болып қалады ол. Үйде отырып сөйлеп бір артындағы фонды өзгерту мәселен да, сондай жөнінде кішкене қосымша мен ақпарат сұрағым келді. Енді ол қарасаңыздар, енді құралдарды меңгеру былайша айтқанда теориялық тұрғыда емес, оны мысалы қазірде презентация ашу дегендей онлайн түсіндіру мүмкін емес деп ойлаймын. Иә, мен үшін Практика жүзінде сіздерге көрсету арқылы сондай бір практикалық курс ұйымдастырған дұрыс деп ойлаймын. Мына теориялық курсқа жатады ғой сіздердің қазір тыңдап отырғандарыңыз. Практикалық курс арнайы жаңағыдай қалай қолдану керек, қай жерде қай кітапхана дамып жатыр деген сияқты арнайы курстарды ұйымдастырған жөн. Иә, практика жиында көп болса дұрыс болар еді. Практика, иә. Енді бұл қазір мен сіздерге беріп отқан жай бағыт бағдар деп ойлаймын. Енді әркім өзіне керегін алады, немесе менің айтқаным қазір интернетте де толып тұр ғой. Мүмкін білмеген тұстарыңыз болса өздеріңізге түртіп аларсыздар, жаңағыдай Абай Құнанбаев айтқандай, керек емес десеңіздер өз сөзім өзімдікі дегендей, сондай өздеріңізге керек жақтарын презентацияны керек көп нәрсені мен өзім мәселен тетрадқа жазып алып отырмын. Көп керек мәселен былай қалса, ол телефонда қалады. Көп керек. Өткен үшінші сабақ мен уже үшінші сабақтан да керек нәрселерімді жазып алып отырмын. Мынау екен, рахмет көп. Тағы да бірнеше сұрақтар бар. Сұрақтарға жауап өз еріктеріңіз ғой, өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Бізде енді былай білетіндей. Назгуль, в принципе, мы же еще 2 дня будем работать, завтра, послезавтра, да, вдруг у наших коллег возникнут вопросы, пусть они там себе запишут, и завтра зададут, послезавтра, в принципе, еще время есть. У нас через 15 минут начинается следующая уже лекция, давайте будем к ней готовиться. А сейчас всем рахмет, что зашли. Давайте до завтра. Сау болыңыздар, рахмет көп. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.